Сәлем оқушылар, сіздерді осы видеода көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен географиядағы есептерді талдайтын боламыз. Географияда есеп бар, бірақ көп оқушылар осы нәрсеге мән бермейді. Сосын ұбт-да есеп келетін болса, ойбай, қалай шығаратынаны деп ойланып қалады. Сол үшін сіздерде осындай жағдай болмас үшін бүгінгі сабақты соңына дейін қараңыздар, және де географияда келетін барлық есептерді түсініп алатын боласыздар. Және де көп оқушылардың географияның есебін жақсы болған қаласаңыздар, және де алдағы уақытта осындай пайдалы видеолар көп шыққан қаласаңыздар, міндетті түрде видеоға лайк басып, тіркеліп кетсеңіздер қуанышты болам. Ендеше кеттік. Географиядан есеп келеді десем шоксың ба деп бастаймыз. Бірінші есебіміз ол бізде азимут градустары бойынша есеп. Азимут дегеніміз жаңағы солтүстіктен қанша градусқа дейін бұрыласыз, сол жердегі бұрышты біз азимут деп атаймыз. Енді бұл жердегі бізде солтүстік, батыс, оңтүстік және де шығыс деген бөліктеріміз бар. Мына біздің солтүстігіміз, қарама-қарсы оған оңтүстік, мында батысымыз, қолымыздың оң жағы үнемі шығысымыз болады да, қолымыздың сол жағы үнемі батыс бөлігіміз болады. Батыс пен шығыс бір-біріне қарама-қарсы, оңтүстік пен солтүстік бір-біріне қарама-қарсы болады. Енді мына жерде жасыл түспен көрсетіліп тұрған жерлердің барын жаттап алыңыздар. 0 градус бізде солтүстік, немесе мына жерде бізде 90 градус, барлықтарыңыз білесіздер. 90 градустың жартысы бізде 45 градусқа тең. Демек, солтүстік шығыс бөлігімізде 45 градус жазғызамыз. Шығысымызда 90, оңтүстік шығысымызда 135, яғни 90 градусқа 45 градусты қосамыз. Одан кейін 180 градус оңтүстік бөлігімізде, оңтүстік батыс бөлігімізде 225 градус болады, батысымызда 270, солтүстік батысымызда 315, солтүстігімізде қайттан бір айналып шыққан кезде 360 градус болады екен. Әрі қарай соған байланысты есептерге тоқталайық. Енді мына жерде сұрақ осындай. Азимуттың шығыс бағыты қандай дейді? Азимуттың шығыс бағытына қарайтын болсақ, ол жерде 90 градус болады. Одан кейін екінші сұрағымыз азимуттың оңтүстік батысы қандай дейді? Мына жерде жаттап алғандарыңыз бойынша сіздер оңтүстік батысын 225 деп белгілесеңіздер болады, 225 деп. Немесе мына жерден қараймыз. Бізде азимуттың оңтүстік, мына жерде бізде оңтүстік, мында бізде батыс. Екеуінің ортасында оңтүстік батыс бөлігі орналасқан, Немесе 360 градустағы бағыт қандай деп сұраса, сіздер 360 градусты мына жерде бір айналып шыққан кезде 360 градус болады. Демек, ол бізде солтүстік болады екен. Түсінікті ғой. Енді келесі есебіміз мұхиттың тереңдігі бойынша есептер келеді. Ол жерде сіздер эхолот деп аталынатын, мына жерде суреті көрсетілген, сол аспап арқылы мұхиттың тереңдігін өлшейсіздер. Және де бұл жердегі ерекшелік үнемі оқушылардың ұмытып кететін нәрсесі, ол эхолот жаңағы теңіздің бетіне қойылған кезде ол дыбыс ретінде барады, дыбыс сигнал ретінде барады, жердің бетіне, яғни түседі мұхиттың терең бөлігіне, сосын қайттан обратно сол эхолотқа қайттан оралады. Демек, бұл жерде үнемі екіге бөлу болады. Қанша секундта эхолот келді, соны міндетті түрде екіге бөлу керек боламыз. Және де эхолот 1 секундына 1500 метрді жүріп өтеді. Яғни біз 1 деп санап болғанда уже эхолот 1500 метрге дейін өзінің дыбысын жеткізіп үлгереді екен. Түсінікті ғой, соны ұмытпау керекпіз. Мысалы, соған байланысты есеп. Мысалы, эхолот құралы су түбіне түсірілді, оған 7 секунд кетті. Яғни 7 секундтың ішінде ол қайтып оралды, дыбысы. Жердің түбіне 7 секундта түсті, ал бізге ол қайтып келгенше, ол жаңғырыға, ол жерде 14 секунд кетті. Яғни, дыбыстың келуіне тағы 7 секунд қажет болады. Сәйкесінше біз 14-ті бөлеміз 2-ге, 7 секунд шығады. 7 секундты жаңағы біздің 1 секундымызда 1500 метр бар ғой, сол 1500 метрге міндетті түрде көбейтеміз. Сол кезде бізде 10500 метр шығады екен. Демек, судың тереңдігі 10500 метрге тең. Дәл осындай тағы бір есепті шығарып көрейік. Мысалы, мына жерде 8 секундтан кейін оралған эхолот. Демек, 8 секунд барғанына 4 секунд, келгеніне 4 секунд уақыт кетті. Түсінікті ғой, мынау 8-ді 2-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 4 шықты, 4 шықты. Енді біз оны 1 секундта, эхолотымыз бізде 1 секундта, жаза салайын, 1500 метр жүріп өтеді. Демек, біз 4 секундымызды көбейтеміз 1500-ге. Түсінікті ғой. Сол кезде бізде жауап болады екен 6000 метр. 6000 метр. Яғни, біздегі судың тереңдігі 6000 метр болады. Дәл сондай тағы бір есеп 20 секунд. 20 секундтың 10 секундты келуге, 10 секундты жаңғырғының қайттан біз өзімізге жетуіне кеткен. Демек, 20-ны бөлеміз 2-ге, тең болады 10. Осыны біз 1500-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде 15000
метр тереңдік шығады екен. Әрі қарай ауа температурасына байланысты есептерге тоқталайық. Ауа температурасында бізде орташа температураны табу керек, немесе амплитуданы табу керек деп айтады. Орташа температураны табу үшін біз барлық айлардың температураларын қосып, неше ай болды соған бөлеміз, орташа температураны табу үшін. Ал амплитуданы табу үшін ең жоғарғы температурадан ең төменгі температураны азайтамыз. Мысалы, бірінші есебімізде орташа температураны табу керекпіз. Ол жерде -10, плюс -8, плюс 0, плюс 10, плюс 18, плюс 23, плюс 25, плюс 24, плюс 17, плюс 9, плюс 10 және плюс -7 градус болады екен. Осылардың барлығын қосасыздар, сол кезде бізде 101 шығады, оны бөлеміз 12 айға, сол кезде 12 айға бөлген кезде бізде қанша шығады, соны есептейсіздер. Қателеспесем 8-де 4 шығады. Бұл бізде жалпы жылдың орташа температурасы болады. Калькулятормен тағы да бір есептеп алсаңыздар болады. Одан кейін амплитуданы табу. Амплитудадан жаңағы айттым, ең жоғарғы температурадан ең төменгі температураны бір-бірінен азайтасыздар. Демек, 25 градусты азайтамыз -10 градусқа. Сол кезде бізде минус пен минус плюсқа айналып кетеді де, бұл жерде 35 градус шығады. Демек, температураның орташа амплитудасы бізде 35 градусқа тең болады екен. Келесі есебімізге көшейік. Халық тығыздығы бойынша есеп. Халық тығыздығы бізде бір аумаққа шағамыз, белгілі бір шаршы километрге, жан-жағы километр болатын ауданға бізде қанша халықтың саны сыяды. Сол қанша халық қоныстанған, соны көрсетеміз. Яғни оны табу үшін халықтың тығыздығын бөлеміз, тең болады халықтың саны бөлеміз ауданға. Мысалы, Қазақстанда халықтың саны 20 миллион адам болатын болса, мысалы 20 миллион адам болды. Қазақстанның ауданына бөлеміз 2.725.000 километр квадрат, сол кезде бізде халықтың тығыздығы шығады. 7,3 болады, қателеспесем, бөлсеңіздер болады калькулятормен. Енді халықтың саны бойынша есептер. Бізде туу коэффициенті, өлім коэффициенті және табиғи өсім коэффициентін анықтау керек боламыз. Туу коэффициенті мен өлім коэффициентінің формулалары өте қатты ұқсас. Туу коэффициентін табу үшін туғандардың саны халықтың санына бөліп көбейтеміз мыңға. Неге мыңға көбейтеміз? Өйткені бұл жерде промиллемен есептелінеді. Промиллемен біз есептелінетін тұздылық және де осы халықтың саны, жазам. Промилле. Ол бізде осындай көрсеткіш, процентке ұқсайды, тағы да бір нөлі бар. Мынау 1000-ның нөлі бар сияқты, мына 3 нөл мына жерге кеткен. Мына жерде егерде 100%мен есептейтін болсақ, 100-де 2 нөл ғой, ол бізде осы процент болады, мынау 2 нөлі ол жаққа кеткен сияқты. Дәл сондай бізде промилле болады. Яғни 100-ден жоғары болғандықтан сіздер үнемі промиллемен есептейсіздер, және де бұл жердегі формуланың мәні сонда. Үнемі міндетті түрде мыңға көбейтіп отыру керексіздер. Өлгендердің коэффициентін анықтау үшін дәл сондай. Өлгендердің коэффициентін табу үшін өлген халықтың санына бөлеміз, жалпы халықтың санын және көбейтеміз мыңға. Сол кезде сіздер өлген адамдардың коэффициентін таба аласыздар. Немесе былай жасасаңыздар болады. Үнемі кіші саннан кіші санды, өйткені туу көрсеткіші болсын, өлім көрсеткіші болсын, олар саны кішірек болады. Соны бөлесіздер халықтың саны үнемі жоғары болады. Сөйтіп сіздер көбейтесіздер мыңға. Ал табиғи өсімдік коэффициентін анықтау үшін өлгендер мен жаңағы туғандардың санын бір-бірінен азайтасыздар. Туудың саны бөлеміз өлудің саны. Мысалы, мына жерде Марокко мемлекетінің халқының саны 35-те 7 миллион деп көрсеткен екен, өлгендердің саны. Мына жерде өлу коэффициентін табуға болады, Демек, өлу коэффициент өлім тең болады. Өлім бөлеміз халықтың санына, көбейтеміз мыңға, промиллесі бар жанында. Мыңға. Енді осы жерде есептейік. Халықтың саны 172 мың. Осыны бөлесіздер 35-те 7 миллионға. Сол кезде қандай цифра шығады? Соны көбейтесіздер. Мына жерге сыймай қалды. Мыңға, промиллеге. Тең болады, қанша болады? 4-те 8 болады. 4-те 8 болады екен. Енді өзен суының шығынына байланысты. Бір жылдың ішінде өзен судың қимасы 1 секундтың ішінде қаншалықты ағып өтетіндігін білдіретін судың мөлшері бізде өзен суының шығыны деп аталынады. Сіздер бір жылдың ішінде қанша өзеннің ағып шыққандығын есептеу керек боласыздар. Мысал ретінде қалай есептейміз оны? Сіздерге білу керек нәрсе бір жылдың ішіндегі қанша секунд. Өйткені сіздер мына жерде метр секундпен берілгендіктен секундты анықтап алу керексіздер. Бір жылдың ішінде қанша секунд бар, соны жаңағы есептен деп отырған өзеніңіздің ұзындығына көбейтесіздер.
Мысалы, Қазақстанның ең суы мол өзені Ертіс, көп жылдық судың шығыны ол жерде 880 метр куб бөлінген секунд болады, ал Сырдарияда 703 метр куб бөлінген секунд болады. Осыларды біз қазір судың шығыны ретінде есептейміз. Мына жерде жылдық ағын тап деп тұр. Жылдық ағын немесе айлық ағын, күндік ағынды тап деуі мүмкін, иә. Сол кезде күндікті тап дейтін болсақ, 24 сағаттың ішінде неше секунд бар екенін есептейсіздер, иә. Ал мысалы, бір айдыкінің болатын болса, 30 күннің ішінде неше секунд бар екенін есептейсіздер. Бізде жылдық ағынды есепте депті. Біз демек бір жылдың ішінде неше секунд бар екендігін бірінші есептеп алу керек боламыз. Оны қалай есептейміз, иә? Бізде бір жылдың ішінде 365 күн бар. 365 күн, ал бір күнде бізде 24 сағат бар. 24 сағат. Бір минутымызда, немесе бір сағатымызда, иә, бір сағатымызда 60 минутымыз бар, минут. Ал 60 минутымыздың ішінде 60 секундымыз бар. Демек, біз 365 күнді көбейтеміз 24-ке, көбейтеміз 60-қа, және көбейтеміз 60-қа. Сол жерде бізде шығатын жауап, яғни бір жылдың ішіндегі секундтың саны шығады. Сол секундтың санын жаңағы біздің өзеннің су шығынына көбейтеміз. Ол бізде 31.536.000 шығады. Осыны көбейтеміз 703-ке. Сол кезде примерно 22 де бір нәрсе деген көп цифра шығады. Сол миллиард деп белгілеп аласыздар. Миллиард су шығыны шыққан. Ал екінші есебімізде 880-ді жаңа білген өзіміз есептеп алған, иә. Судың бір жылдағы көлеміне бөліп аламыз. 31.356.000 болды ма? Соны есептейміз. Сол кезде сіздерде примерно мына жерде 27-де чем-то үлкен сандар шығады. 27 миллиард деп алсаңыздар болады өздеріңізге. Бұл бізде өзеннің суының шығынын есептеу. Әрі қарай атмосфералық қысымдардың есептері. Бұл жерде жаттап алатын ақпараттардың барлығын бір бетке сыйдырып қойдым. Әрбір 1 сантиметр квадрат ауданға 1 килограмм 33 грамм салмақ түседі. Осыны міндетті түрде жаттап алу керексіздер. Яғни бұл түсетін қысым, иә. 1 сантиметр квадратқа 1 килограмм 33 грамм қысым түседі міндетті түрде. Одан кейін тұрақты атмосфералық қысым бізде 760 миллиметр сынап бағанамасымен өлшенеді. Әрбір тереңдікте, яғни 10 метрге тереңдеген сайын, көтерілген сайын бізде 1 миллиметрге қысым төмендей бастайды. Яғни әрбір 10 метрге біз көтерілген кезде 1 миллиметр сынап бағанамасы төмендейді. Және де, мынаны осы жерге жазып қойдым ыңғайлы болу үшін. Және де осы кестені жаттап аламыз. Бұл жердегі температураның, су буының, ылғалдылыққа байланысты. Ылғалдылыққа байланысты десек, қанша температура болса, сол жерде қанша ылғалдылық болуы мүмкін. Мысалы, бір коробканың ішінде, осындай бір коробка бар, иә. Жан жағы 1-1 болсын, барлық жағы 1 метр болсын. Осы жерге -30 градусты беретін болсақ, мына коробканың ішіне -30 градусты қоятын болсақ, иә, есептеп солай -30 градусты жағдай жасайтын болсақ, оның ішіндегі ылғалдылық 0,5 болады екен. Ал егерде ол жерге +10 градусты қоятын болсақ, ол жерде ауаның ылғалдылығы 9-ға тең. Дәл осыған байланысты есептерді шығару керекпіз. Мысалы, бірінші есеп. Ауа температурасы 0 градус, ылғалдылық 30% дейді. 30%. 0 градуста қанша екен, мына жерден жаттап аламыз. Ол жерде бізде 5 грамм екен, иә. 5 грамм. Демек, 5 граммымыз бізде ол 100%-ға тең. 100%-ға тең. Ал 30%-ға қанша тең? X ол болып табылады. Сонда біз X-ті табамыз. Пропорция қарапайым, сол арқылы табуға болады. 5 көбейтілген 30 бөлінген 100 болады. Сол кезде ол жерде бізде 1,5 грамм шығады екен. Түсінікті ғой? Осылай шығарамыз атмосфералық есептерді. Қысымның есептері. Сынып бөлмесінің ұзындығы көлемін қарастырып аламыз. Ол бізде AVH қателеспесем тең болады. 7 көбейтеміз 5-ке, көбейтеміз 3-ке, яғни 7, 5 метр, 3 метр болатын сыныптың бөлмесіне, бұл жерде бізде 100 қанша шығады? 105 шығады, 105 шығады. Осы бөлмеге 105 болатын ауданы бар бөлмеге қанша салмақ түседі? Бұл жерде есепте мына 1 килограмм 33 грамм деген. Көбейтеміз 1 килограмм 33 граммға. Мына жерде граммды килограммға немесе килограммды граммға айналдырасыздар. Маған ыңғайлы болатыны ол 1 килограмм 33 грамм деп осылай граммға айналдыра салған ыңғайлы. Сол кезде сіздер 105-ті көбейтесіздер 1,33-ке граммға. Сол кезде тең болады қанша?
Так, 139,65 болады. Бұл дегеніміз 139 килограмм 65 грамм деген сөз. Так, атмосфералық қысымның есептері 760 мм сынап бағанамасы болса, теңіз деңгейінен абсолюттік биіктігі 1500 метр болатын таудың шыңындағы қысымды табу керек болады екенбіз. Так, 760 мм жазып алайын, және де 1500 метр болса. Так, 10 метрге көтерілген кезде 1 мм сынап бағанамасы түседі дедік, иә? Ал 1500 болатын болса ше, деп біз пропорция жасаймыз. X тең сол кезде, X теңді тапқан кезде, мына жерде оп-оңай 1500-ді бөлесіздер 10-ға. Сол кезде бізде 150 шығады. Ал осы 150-ді мынау 760-тан аз айтып тастаймыз. 150. Сол кезде тең болады 610 мм. Бізде дұрыс жауабы 610 болады екен. Осымен біз 6 есеп сіздермен шығардық. Есептер түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде оқып, комментарийде жауап беретін боламын. Біздің осы бүгінгі сабақ түсінікті болды, пайдалы болды. Енді ұбт-да есеп келетін болса шығара аласыздар деген ойдамын. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, каналға тіркеліп, осы видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.